Ал, құрметті көпшілік, тағы да сол 60 жас туралы тағы бір қызық әңгіме бар екен. Сіздермен бөлісейін. Қызық. Хан Әз Жәнібек пен қыз деп аталады. Әз Жәнібек хан тоғай ішінде аң аулап жүргенде жолдастарынан бөлініп, оқшаулап жүріп, бір күркеге кез болады. Хан атынан түсіп, күркеге кіріп келсе, шашын тарап отырған бір қыз отыр екен. Қыз, апырай, ауыз демей кірген соң қапаланып қалдым-ау деп орнынан түре келеді. Хан, атаңыз қайда деп сұрайды. Қыз, алты аяқтымен аңға кетті дейді. Хан, анаңыз қайда дейді. Қыз, сегіз аяқтымен дәмге кетті дейді. Өзіңіз кім болдыңыз деп сұрайды ханнан. Хан, мен Әз Жәнібек хан боламын дейді. Екі арадағы әңгімеден кейін Әз Жәнібек хан үйіне келіп, билеріне айтады болған оқиғаны. Өзі де, оның билері де қыздың бұл сөзіне түсіне алмай қояды. Сол кезде Жиренше деген жас жігіт бар екен ханның қасында. Хан бұл сөздің шешуін Жиреншеден сұрайды. Жиренше, қыздың әкесі бір құс бір таз ертіп аңға кеткен екен. Шешесі буаз інге мініп тұзға кеткен екен дейді. Хан қызығып, қызды алмақ болып жаушы жібереді. Әкесі қызды ханға бермек болады. Қыз сонда әкесіне былай дейді. Мені беріңіз, тек қалың малымды өзім сұраймын. Менің қалың малыма былай істесін. 15 лақ теке, 25 қошқар, 35 бұқа, 45 айғыр, 55 бура, 60 ақбас атан берсін деп тілегін айтады. Жаушы қыздың осы сөздерін айтып, қайтып ханға келеді. Хан сөзге түсінбей, қыздың сұрағандарын әзірлете бастайды. Бұл хабарды естіп ханға Жиренше келеді, былай дейді. Құрметті хан ием, қыздың сөздері мағыналы сөздер. Оның мағынасы былай болады. 15-те лақтекеде едің, 25-те қойды ерген қошқарда едің, 35-те өкіретін бұқада едің, 45-те азынайтын айғырда едің, 55-те күркіреген бурада едің, 60-та атаң болдың дегені депті. Хан бұған түсініп, бір тұлып алтын апарып беріп деседі кәрі құлақ қарттар дейді. 60-та атаң болғаны, атан түйе болғаннан кейін 70-80-де айтпай ақ қояйық деген сөз ғой. Осындай қызық әңгімемен бөлістім сіздермен.